негізінен көбіне мен айта бермеймін, осы айттым деп тұр. Гемодиализ деген диагнозды білесіздер ғой, оған біз жоламаймыз, бере бермейміз. Жаңағы үміт бермейміз ол кісілерге. Тек надежда жаңағы не дейді ғой, соны поддержка жасау үшін береміз. Бетамарин АБ-ны, поддержка жасау үшін ғана. Бізде бір құдамызда 90% болған бүйрегі істейтіні, сол қаранды. Сонымен былтыр апрельден бастап гемодиализге барып жүрген кісі екен. Сонымен осы өнімдерді естіді, бізден сұрады, мынаны ішсек қалай болады деп. Мен айтамын, 100% емдеп кетеді деп мен саған гарантия бермеймін. Бірақ сол ары 9%-ті поддержка жасап тұруға ішіңдер дедім да, енді ол кісіге. Сосын алды 4-тен 1-ін бастап ішті. Одан кейін жарты ғасырға дейін көтерді, 3 ай ішті. Кешен өздерін барып тексеріп тұратын уақыттар болды, больницаға жатты. Сол кезде барып қайтадан УЗИ-ге түсіреді ол кісіні. Сонда айтты, врач айтты. Мына бұрынғы УЗИ мүмкін емес, білмейтін бір УЗИ-сін түсіргені шығар депті. Ал мына УЗИ деген результат, бұл сау адамның бүйрегі ғой депті. Маған кеше аудиозапис берді, осындай. Сонымен қуанып бүгін айтпасқа болмайды деп шығып айтатқаным ғой. Енді қайтадан УЗИ-ге тексеруге қайтадан жіберіп тұр. Анаға сенбей тұр да, екі УЗИ салыстырып. Тек поддержка үшін ғана берген ғой. Мен болған аштым, оған спирулина беруге болмайды. Айттым, спирулина ішпейсіңдер, тек қана осыны ішесіздер, онда да жарты ғасырдан көтермейсіздер, судан 2 литр, 3 литр айтпаймын, өзінің шамасы келгенше ғана ішсін, өйткені бүйрек тозатпайсыз деп тұр ғой. Көп ішуге болмайды. Сонымен өзінің ретімен ішкен, жарты ғасырмен ішкен 3 ай бойы. Керемет результат болды.